Құрметті менің сыныптастарым, сендерге бір сұрақ қояйын. Жеті атаны не үшін білу қажет? Қалай ойлайсыңдар? Және мен сенің сұрағыңды түсіндім. Өйткені біз қазақпыз. Қазақтар әрбір жерлерде де өз жеті атасын, шыққан тегін, ұруын білуі тиіс. Қазақтан мындай мақал бар: жеті атасын білмеген жетесіз. Жеті атасын білу тектілік деп саналады. Барлық адам өз шежіресін білу керек. Білесің ба? Жеті атасын білмеген жетесіз дейді қазақ халқы. Себебі сондықтан барлық қазақ халқы жеті атасын жаттауы тиіс. Білесің ба? Жеті атасын жаттамаған үшін қыз беріп қыз алмайды. Өйткені ол қан тазалығы үшін бүкіл өмірдегі ешқандай балдар жеті атасын білу керек. Жеті атасын білген ол жеті жұртының қамын біледі. Жеті атасын білмеген ол құлағы мен жерін деген жүйе. Жеті атасын білген текті, жеті атасын білмеген жетесіз демекші. Қазақ халқында жеті атасын білу міндет. Жеті атадан таралған ұрпақ бір атаның балалары болып саналады. Олар бір-бірімен қызалыспайды. Себебі қан тазалығы үшін ол өте маңызды. Және олар бір ауылда ынтымақпен өмір сүреді. Саламатсыздар ма, мұғалім және менің достарым? Мен сіздерге жеті атамды айтатын боламын. Бірінші атам Баба, екінші атам Иса, үшінші атам Қамбар, Құрбанбай, төртінші атам Зейдін, бесінші атам Серік, алтыншы атам Шәріп, жетінші атам. Денеке, дұрыс айтасың. Жеті атаны білу әр қазақтың міндеті. Мысалы, мен Нұрайда Дариямын. Руым арғын, арғынның ішінде Алтай арғын. Менің әкем, әкемнің әкесі, атамның әкесі, бабам әке. Түп ата, тек ата. Жеті атаны білу тектілік деп аталады. Сондықтан да тек сөз тектілікті сөз жеті атаны өз тегімізді білу қажетпіз. Білу міндетті. Қазақ халқында жеті атаға байланысты мақал-мәтел өте көп. Ал оның мән-мағынасына терең үңілдің бе? Бұл дәстүр текті, дені сау, таза ұрпақ өсуінің кепілі екен. Оңтүстік Кореяның ғалымдары дүние жүзіндегі халықтардың қан құрамын тексеріпті. Сонда ең таза қан қазақ халқының қаны болып шығыпты. Жеті атаны ұстанады екен деген. Сонда қазақтың 43 руының қанын тексергенде бір әкенің қанындай болып шыққан. Ол жеті атаның қасиеті. Жеті атаны ұстанатын қазақтан басқа ел жоқ. Оны бүгінгі ғылымды зерттеп, тайға таңба басқандай жария етіп отыр. Достар, бүгінгі берген сұхбаттарыңыз үшін көп рахмет. Жеті атаны біліп жүрейік. Сау болыңыздар.